Жас достар, біз бүгін «Достар күйі» атты шығармамен таныс боламыз. Әуелі өз жылдамдығында ойнап көрсетейін, сосын баяу ойнап талдап танитын боламыз. Міне осы көңілді шығарманы енді баяу ойнап, тағы бір талдап танып шығайық. Әуелі кіріспесімен танысайық. Кіріспесі баяу тартқанда міне былай естіледі. Міне өздеріңіз байқап отырсыздар, мынау ойын үстіңгі шекте бармақты, үшінші саусақты пайдалану арқылы ойналды. Тағы бір ойнап көрсетейін. Бұл енді 9-9 жүйесі бойынша екінші тұғырдың дыбыстары. Міне осындай 4 буыннан тұрады. Бірінші буыны міне былай тартылады. Үшінші дыбысталған уақытта үстіңгі шекті үшінші саусақпен басып қаламыз. Содан кейін ары қарай екінші буын былайша тартылады. Бұнда да үшінші қағыстан кейін мінекей тағы бір дыбыс қосылып отыр. Оны біз бір қағыспен алып ойнап көрсетеміз. Яғни алдындағы дыбыспен осы ойналатын дыбыс бір қағыспен ойналады. Бұлайша. Бармақты басып тұрған уақытта бір қағамызды, содан кейін іле үшінші саусақпен басамыз. Сонда екі дыбыс бір қағыспен естілетін болады. Енді екі буынды қосып ойнағанда бұлайша естіледі. Мінекей. Ары қарай. Бұл енді үшінші, төртінші буындар. Үшінші буын 4 қағыспен алынады. Және де төртінші қағыс әрине мынау үшінші саусақтың тұсындағы пернені басу арқылы ойналады. Төртінші буын алдындағы екінші буынның ойыны сияқты. Мінекей, осылайша. Енді тұтастай тағы бір ойнап, басынан бастап бір
пысықтап өтейік. Міне осылай кіріспен 2 рет ойнағаннан кейін тақырыпты бастап кетеміз. Тақырыпта өзін өзі қайталайды. Яғни тақырыпты да 2 рет ойнап шығу керек. Қазір енді тұтастай баяу ойнап көрсетейін. Міне осылай ойнағаннан кейін тақырыпты басынан бастап тағы да 1 рет ойнап шығу керек. Енді 2 рет ойналғаннан кейін әрі қарай екінші тақырып мына 5-ші тұғырдың тұсындағы дыбыстардан басталады. Ол былайша мінекей. Енді келесі буынға көшеміз. Енді 3-ші буыны. Аяқтаған кезде негізгі дыбысқа қайтып оралып бармақпен аяқтайтын боламыз. Енді бұл тақырыпты әрине тағы 1 рет ойналу керек. Енді осыдан кейін мына 1-ші тақырыпты тағы да ойнаймыз. Кіріспесі өзін өзі қайталайды. Міне осыдан кейін 3-ші бөлімге түсеміз. 3-ші бөлімде тек астыңғы шектегі дыбыстарды қолданамыз. Тақырып өзін өзі тағы 1 рет қайталап шығады.
келесі тақырып мынау 5-ші тұғырдың бастапқы дыбысындағы пернені басу арқылы әрі қарай ойналады және де 4 қағыспен алынады. Келесі буыны мінекей 3 қағыспен тартылды. Әрі қарай жалғасы тағы да 4 қағыс. Мына тұста 3 қағыспен алдық. Әрі қарай тағы да солай кезектесіп 4 қағыс, 3 қағыс болып кете береді жалғасып. Осы тұста бір айта кететін жайт, мынау кіріспенің 2 буыны ғана тартылады осы тақырыпта. Содан кейін қайтадан тақырып қайталанады. Енді басынан бастап бірінші тақырыпты толық ойнаймыз. Қайталаймыз. Міне осылайша күй аяқталды. Енді келесі жаңа күйімізге дейін сау саламатта болыңыздар. Осы бейне сабақтың соңында күйдің нотасы да беріліп отыр.